Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге мен Ариана. Бүгін дәмді әрі миксерді қажет етпейтін үй жағдайында ең жұмсақ, оңай пирог түрін дайындайтын боламыз. Ең алдымен қажетті қоспаларымызды дайындап аламыз. Қажетті заттардың тізімін төменде описание бөлімінде қалдырып кететін боламын. Ең алдымен жұмыртқаға шекерімізді салып, шекерді ерітіп аламыз. Одан соң разрыхлителімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді майонезімізді салып, одан соң дайындап қойған електен өткен ұнымызды аздан сала отырып, бірыңғай қою консистенция болғанша барлық қоспамызды жақсылап араластырып аламыз. Содан соң алдын ала майлап алған табамызға жақсылап біркелкі етіп жайып аламыз. Содан соң табамызды алдын ала қызып тұрған пешімізде 180 градусқа қойып, 35-40 минутқа пісіріп аламыз. Дайын дастарханға пирогты өз қалауыңызша безендіріп ұсынсаңыз болады. Видеом ұнаса, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сізді өз арнамда күтем.